Хазіреті Алиден радиаллаху анху риуаят етіледі. Хазіреті Абу Бәкір саудамен айналысатын көпес болған. Ол көбінесе Шам қаласына сапарға шығатын. Бір түні сапар барысында түс көреді. Аспаннан ай түсіп оның құшағына қонды. Абу Бәкір екі қолмен айды құшақтап жүрегіне басады. Ұйқысынан оянған соң бұл түсті түсіндіру үшін атақты Емлиха есімді монахқа барады. Монах Абу Бәкірден қай жақтансың деп сұрайды. Хижаз өңірінен келдім дейді. Қандай кәсіппен айналысасың? Саудагермін дейді. Сонда, уа араб, бұл түстің саған үлкен сүйіншісі бар. Егер мағынасын білгің келсе, ақы төлеуің керек дейді. Абу Бәкір 12 динар беріп түстің жоруын сұрайды. Аспаннан саған түскен ай ақырзаман пайғамбары. Ол жақында келеді. Сен оның өмірінде уәзірі боласың, кейін халифасы боласың. Уа араб, егер мен тірі болсам және ол пайғамбарды көріп үлгерсем, оған барып жолығамын. Егер үлгермей кетсем, сен менің сәлемімді жеткізіп, оның дінін қабылдағанымды айт. Ақыретте мені шапағатынан ұмытпасын, дейді. Хазірет Абу Бәкір, маған бір хат жазып бер дейді. Монах 12 жолдан тұратын хат жазып Абу Бәкірге береді. Хаттың мазмұны: Алланың сәлемі және салауаттары саған болсын. Расында сен ақырзаман пайғамбарысың, жаратушы иеміздің елшісісің. Бұл хатты Абу Бәкір ибн Абу Құхафамен саған жіберіп отырмын. Білгейсің, мен саған иман келтіріп үмбетің болдым. Абу Бәкір маған түсін жорытты. Бұл түс оның сенің уәзірің әрі халифаң болатынын көрсетеді. Егер мен тірі болсам, сенің алдыңда ғазауат етіп, жихад етемін. Егер тірі болмай кетсем, ақыретте мені шапағатынан ұмытпағайсың. Хазіреті Абу Бәкір хатты алып монахқа былай дейді. Егер айтқандарың орындалса, саған 100 динар қалдырамын дейді. Шам сапарын аяқтап Меккеге қайтып келеді. Бұл оқиғадан 12 жыл өткен соң Алла тағала Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам уахи жібереді. Бір түні пайғамбарымыз Абу Күбейс тауына шығып, Аллаға шақырғанның шақыруын қабылдаңыздар, ля илляха иллаллах деп айтыңыздар дейді. Абу Бәкір төсек үстінде жатып осы сөздерді естиді деп иман келтіреді. Кейін Мекке көшелерінде Хазіреті пайғамбарымызбен кездеседі. Фахри әлем оған бұлай дейді. Исламды қабылдасаңшы? Абу Бәкір бұлай деп жауап береді. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, егер пайғамбар болсаңыз, мұғжиза көрсетіңіз. Хазіреті пайғамбарымыз оның кеудесіне қолын қойып, қабырғаға сүйеніп, саған мұғжиза ретінде сол түс жеткіліксіз бе? Сен оны Емлиха монахыңа жорттың. Сол уақыттан бері 12 жыл өтті. Жорушыға 12 динар бердің және 100 динар уәде еттің. Ол саған 12 жолдан тұратын хат жазып берді. Сол хатта айтылғандардың бәрін көріп білдің дейді. Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху куәлік етіп, шахада келтіріп, сен Емлиха монах айтқан пайғамбарсың дейді.